Әскер қатарына әртүрлі себептермен бармай қалған 24-27 жас аралығындағы жігіттер Қорғаныс министрлігінің әскери техникалық мектебіне барып, бекітілген үлгідегі әскери билетті алып шыға алады. Бір жыл етік киіп, қару арқалауға уақыты жоқ жастарға тиімді мүмкіндік. Ол 40 күнде әскердің әліппесін үйреніп, қолына құжат ала алады. Бұл жердегі жағдайдың барлығы әскердегідей. Таңнан тұрып жаттығу жасау, казармадағы өмір, қару ату мен әдіс тәсіл меңгеру барлығы ортақ талаптарға сай. Алайда 365 күндік отан алдындағы борыш 40 күнге қысқартылған. Десек те бұл жеңілдік үшін әрбір жас мемлекетке 263 мың теңге төлейді.